Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдаушылар. Ұлттық тәрбиені және отбасылық институтын дамыту мақсатында бүгінгі дәрісіміз ер мен әйел тақырыбында өтпек. Мен Құралай ханым, ұлттық құндылықтар мен отбасылық тәрбиені дәріптеп жүрген лектор, коуч және отбасылық психологпын. Отбасы басты байлық. Ел боламын десең, бесігіңді түзе дейді халық. Еліміздің болашағы жарқын болсын десек, отбасындағы қарым-қатынасқа, тәлім-тәрбиеге ерекше көңіл бөлуіміз керек. Отбасының баянды болуы, жары мен жұбайы арасындағы қарым-қатынастан бастап, бала тәрбиесі, дос-жаран, туыс-туғанмен араласуына байланысты болады. Қазір шаңырақ көтермей жатып, жолы екіге бөлініп жатқан отбасылар аз емес. Солардың санын азайтып, отбасы институтын нығайту жолында талмай еңбек ету бүгінгі қоғам алдындағы негізгі міндет. Бұл мәселенің өзектігін түсінген үкімет шаңырақ көтерген жастарға, көп балалы отбасыларға және бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп келеді. Сондықтан берілген мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланып, отбасының беріктігін сақтауға әр адам өз үлесін қосу керек. Қазіргі жаһандану заманымызда ұлттық құндылығымызды жоғалтпау өте өзекті мәселе болып отыр. Жақсының жақсылығын алып, жаманнан жиренбесек, сана фильтрі қажетсіз нәрселермен толығады. Заманға сай мүмкіндіктерді пайдаланып, өзімізге керегін алып, ұлттық сана сезіміміздің көкжиегін кеңейтуді, ұлттық код пен мәдениетті сақтауды да қатар алып жүруіміз керек. Себебі ата-бабамыздың бізге қалдырған мәдени мұрасы, салт дәстүрі, әдет ғұрпы, музыкасының өзі де өте жоғары тәрбие. Ұлттық құндылығымызды сақтаудың арқасында кезінде ата-бабамыз ажыраспаған, бірін-бірі сыйлап, құрметтей білген. Жетім жесірін демеп, қамқорлығын аямаған. Ендеше жасындай жылт етіп, жылтырағанның бәріне еліктей бермей, жақсысын үйреніп, жаманын ысырып тастауды үйренейік. Дәрісімізді ер мен әйелдің қарым-қатынасынан бастайық. Себебі отбасының берекесін келтіретін күйеу мен әйел. Соңғы кезде күйеуге шыға алмай жүрген қыздар мен үйлене алмай жүрген жігіттер өте көп. Мынадай сөз бар: жанып тұрған отқа, ағып тұрған суға, жұмыс істеп отырған адамға жалықпай, сағаттап қарай беруге болады. Сондықтан үйленемін, күйеуге шығамын десең, өзіңмен жұмыс істеуді баста. Тек сонда ғана оны көрген адамдар өзіңе тартылады. Нейробиологтар адам миын зерттегенде мынадай шешімге келіпті: адам күйеуге шығар, не үйленер кезінде керемет жетістіктерге жеткен жылдары оның энергиясы өте жоғары деңгейде болады екен. Адам өзін керемет сезінген кезде ғана оның өмірінде маңызды орын алатын шешімдер қабылдай алады. Көзі жанып, энергиясы толып тұрған адам жан жағындағыларға, айналасындағы адамдарға қызық болып көрінеді. Мен дайынмын деген сөзді көбірек айту керек. Көп ақшаны қабылдауға дайынмын, күйеуге шығуға дайынмын, бақытты болуға ашықпын және тағы да сол секілді. Ерлі зайыптылардың энергиялары бірдей болған кезде олар бір-біріне тартылады. Тең-теңімен, тезек қабымен деп қазақ бекер айтпаған. Екі жас үйленген кезде көбінесе барлығын жаңадан бастайды. Екеуі де білімді, жұмысы бар, жаңа үйде бірге өмір кешіп бастайды. Жастардың қателесетін көп кездері басында жанып тұрған, энергиясы тасып тұрған кезде қосылады, ал енді нақты өмірге келген кезде бір жылдан кейін, немесе бір айлардан кейін бұл менің қатарым емес, теңім емес, немесе тағы да басқа жаман ойларға, мұңға батып, уайым кеше бастайды. Міне осы кезде түсіну керек. Әлем, кеңістік, айнала, барлығы тек қана теңдікпен, керемет бір әділеттілікпен жасалған. Демек, сіз қосылған кезде, өзіңіздің теңіңізді тапқан кезде, барлық күш, айналадағы физикалық, рухани, нәзік әлемнің күші шатасқан жоқ. Дәл сізге өзіңіздің теңіңізді тауып берді. Соны саналы түрде ұғып, осы менің теңім, болашақ жарым, ұшпаққа шығатын, жетістікке жететін адамым осы деп басынан өзіңізге шешіп алғаныңыз дұрыс. Себебі негативті ой энергиясы тартыла береді. Арамшөп суармасаң да өсе беретін секілді, ал жеміс ағашын күнделікті күн керек, тыңайту керек, өсіру керек.
жемісті алу үшін көп көңіл бөлу керек. Тура солай жақсылықтың энергиясы, жақсы нәрсеге кәдімгідей күш керек, қуат керек, сіздің көңіліңіз керек. Ал негативті ойлар, уайым, мұң, қайғы дереу сен шақырмасаң да ойға келіп түсе береді. Сондықтан онымен күресуді әдетке айналдыру керек. Үйленген кезде әйел адамда, ер адамда барлық күшін тек қана бір бағытқа жұмсау керек. Егер де сіз бүгін, мен үйленемін, отбасы боламын, 25 жылдық күміс той, 50 жылдық алтын тойға жетемін деп, ал ертесінде құрбыңыздың, анаңыздың, әпкеңіздің, тіпті теледидардан көрген бір журналистің сөзінен, жоқ, мен тұра алмайды екем, мен карьерам жасау керек, мен бағытымды өзгертуім керек деп, бүкіл нәрсеге керісінше жасасаңыз, күнделікті ауытқып, батыстан соққан желге немесе шығыстан соққан лепке бөлініп жатсаңыз, сіздің жетістікке жетуіңіз, мақсатқа жетуіңіз бөлініп қала беретін болады. Сондықтан қымбатты қыз-жігіттер, өздеріңізге шешім қабылдап, мақсатты қойып, отбасы боламын деген бағытқа бет бұрсаңыз, өз отбасыңыздың, өз тегіңіздің, өз еліңіздің мықты ақ жауынгері болыңыз. Шатаспаңыз, бүлінбеңіз, бүкіл әлем бүлініп жатса да, сізден қате кетпесін. Қымбатты қыз-жігіттер, егер де нақты мақсатыңызды айқындап алып, бақытты отбасы боламын деген шешім шығарсаңыз, аяғына дейін жетістікке жетуге, нағыз қазақтың ақ жауынгері болуға тырысыңыз. Ал енді проблема неден басталады? Неге басында тең-теңімен, тезек қабымен құрылған отбасы аяғына келген кезде бүлініп кетіп жатады? Себебі әйел бала туамын деп үйде отырып қалады да, ал ер азамат өзінің өсуін тоқтатпай еңбегін істеп жүреді. Қызметінде түрлі өзгерістерге тап болады. Ал әйел адам артта қалып жатады. Сондықтан кейін екеуінің энергиялары екі түрлі болып кеткен соң, ер кісі әйелін көре алмай, ал әйелі күйеуіне жете алмай қалатын жағдайлар көп кездеседі. Осыдан бірқатар проблемалар туындайды. Өмірде жаңа отбасы құрған қыз-жігіттер көп ұзамай айырылысып жатады. Мұның себебі де уақыт өте келе екеуінің бір-біріне тең болмағандығынан. Отбасын құрар уақытқа дейін жаман мінез-құлықтарын, кемшіліктерін бір-біріне көрсетпей, ал кейін бір-бірінің шынайы түрін көргенде осындай нәтижеге әкеліп соғады. Кейде материалдық жағдайы не ақылы жетпей жатқаннан да бір-бірін менсінбей жатады. Егер әйелі не күйеуі бірі екіншісінен асып кеткен болып, бірі энергиясының жетпей тұрғанын сезсе, отбасын сақтап қалғысы келсе, өзінен биік тұрған жарының құрғақ сөзбен мазасын алмауы, қызғанбауы өте маңызды. Қызғаныштың энергиясы өзін өзі бағаламаудың көрінісі, яғни өзінің бағасын түсіріп тастауды білдіреді. Одан қалды, қызғаншақ адамдар тез қартаяды. Қызғаныштың түбінде қорқыныш жатыр. Егер де өзіңізден не болмаса екінші жартыңыздан қызғанышты сезетін болсаңыз, демек ол адамның ішіндегі айырылып қалам, жалғыз қалам деген қорқынышымен жұмыс істеп бастаңыздар. Адамның бойында үш қорқыныш болады дейді. Біреуі жалғыздықтан қорқу, екіншісі материалдық финанс, қаржыдан қорқу жоқ болып қалады деп, және үшінші бұл өлімнен қорқу. Егер де адам осы үш қорқынышты жеңетін болса, онда одан батыр адам жоқ. Жалғыз қалам деген қорқыныш ол кішкентай балалық шақтан басталуы мүмкін. Сондықтан егер де қорқыныштың қандай да бір салдары сізге қызғанышты әкеліп тұрғанын түсінсеңіз, бойыңыздағы тек қана қызғаныш емес, қорқынышпен де жұмыс істеп бастаңыз. Дұрыс қарым-қатынасты құру туралы сөз болғанда, әйелдер мен ер адам психологиясының арасындағы негізгі айырмашылықтарды білу өте маңызды. Әйел адамның психологиясы ерекше құбылыс. Оған бұл өмірде күйеуімен қатынасын жөндеп алса, басқа проблемалардың барлығы өздігінен шешіледі. Ерлі-зайыптылар бір-бірінің мазасын алмай, бір-біріне сеніп, бірін-бірі қолдап, ұрпағына үлгі болуы қажет. Қыздар көбіне эмоционалды, ер адамдар сияқты емес, өз сезімдерін жасыра алмайды. Әрине, тәрбие, қоршаған орта және өскен ортасы маңызды рөл атқарады. Әйел табиғаты жоқтан бар етуге қабілетті болып келеді. Әйелдердің генетикасына қарай көңіл күйі де жиі өзгеріп отырады. Себебі гормондар, физиологиялық ерекшеліктер, ай фазалары көп әсер етеді. Әйелді оның сезімдері, ал еркекті логика мен фактілері басқарады. Әйелді түсініп, онымен бақытты ғұмыр кешу үшін ер адам
қасында болуы қажет. Жас отбасы жаңадан құрылған кезде әйел адам әлсіз, нәзік болғандықтан әрдайым өзінің ерінен тәуелді болады. Көмектесуін сұрайды, қаржылай немесе басқа да жөндеу жұмыстары үйде. Міне дәл осы сәт өте маңызды. Сізге ер адамға әйеліңіз шеге қағып беруді немесе басқа бір жөндеу жұмысын сұрады. Бір сұрады, екі сұрады жасамадыңыз, үш сұрады жасамадыңыз. Біраз уақыттан кейін әйел өзі де өзінің шыдамсыздығынан бойдағы бір эмоционалдық қасиеттерге байланысты өзі шешіп бастайды. Міне ең ер адамды әлсіз қылатын нәрсе осыдан басталады. Бір ғана шегеден басталады. Шегені бір қақпадыңыз, екі қақпадыңыз, сіз өзіңіздің жарыңызды мықты қыла бастадыңыз. Әйел өз проблемасын, өз мәселесін өзі шешіп бастаған кезде, оның бойына батырлық, мықтылық, ер мінез пайда бола бастайды. Міне сол кезде ер адам өзінің әлсіздігіне өзі жол береді. Ең бірінші өзі сондай шешім шығарады. Ал жылдар өте, 10 жыл, 20 жылдан кейін сіздің қасыңызда әйел емес, нағыз батыр, өзінің барлық мәселесін өзі шешетін, қаржылай өзін толықтай қолдай алатын, балаларын өзі бағатын, оған ешқандай да ер адамда ешкім керек емес, мықты әйел пайда болады. Сондықтан жас жұбайларға айтатыным, ең бірінші өз әйелдеріңізді қолдаудан бастаңыздар. Міне батырлық сіздерге, ер жігіттер, осыдан келеді. Сондай-ақ әйелдер ерлерге қарағанда әлде қайда қыңыр және әрдайым қалағанына қол жеткізетін атап өткен жөн. Әйел адам қалаған нәрсесін алғаннан кейін оның көңіл күйі түбегейлі өзгеруі мүмкін. Отбасы екі адамның ортағысы, екі жақтың да еңбектенуді, атсалысуды, бірін-бірі сыйлап, қолдауды талап ететін мықты одақ болу керек. Олай болса, отбасы бақыт үшін әрине екі адам да жауапты. Әлеуметтанушылар мен отбасылық кеңесшілердің зерттеулеріне сәйкес, әр отбасы дамудың бірнеше кезеңдерінен өтеді. Және сол кезеңдердің бірінен екіншісіне ауысу әдетте дағдарыспен бірге жүреді екен. Отбасылық өмірде келіспеушіліктердің көбеюі ең алдымен тұрмыстық қиындықтардан туындайды. Бірақ тұрмыстық қиындықтардан басқа да көп деген себептер дағдарысқа әкеп соғуы мүмкін. Отбасылық өмірдегі проблемалар ерлі-зайыптылардың бірін-бірі өзінің психологиялық дағдарысын, мысалы орта жастағы дағдарысты бастан кешірген кезде басталуы мүмкін. Өз өмірін қайта қарап, өзіне қанағаттанбауды сезінген адам бәрін, оның ішінде отбасылық өмірін де өзгертуді шешеді. Екіншіден, баланың дүниеге келуі, сондай-ақ баланың мектепке баруы, баланың өтпелі кезеңдерден және де басқа өзгерістерден отбасылық тәртіптің бұзылуына әкеліп соғады. Тағы сол сияқты жұмыстағы қиындықтар, туыстармен қарым-қатынастар, түрлі проблемалар, қаржылық жағдайдың да өзгеруі, немесе оның нашарлауы, жақсаруы, отбасының басқа қалаға көшуі, немесе басқа елге көшуі де отбасылық дағдарысқа әкеліп соғады. Адамдардың көпшілігі жұбының мінезін өзгертуге, оны өздеріне бейімдеуге тырысады. Егер басқа адамды өзгерткің келсе, әуелі өзіңнің ішкі әлеміңді өзгертуіңнен бастауың керек. Отбасылық өмірде кең таралған мәселенің бірі жұптардың қазіргі әлемдегі әр қайсысының рөлін түсінбеуі. Ер мен әйел арасындағы теңдікті жалпыға бірдей мойындағаннан кейін әйелдер бостандыққа ие болды және көбінесе ер адамдарды қарсылас ретінде қабылдай бастады. Осыдан жеке және отбасылық күйзелістер пайда болды. Бұрын ерлер мен әйелдердің рөлдері нақты анықталған еді. Ер адам отбасының басшысы, ал әйел ошақ қамқоршысы болды. Бірақ қазір бәрі өзгерді. Сол себептен де жалғыз басты адамдар көбейіп келеді. Қазіргі қоғамда бойдақтар өте көп. Сондықтан қазір 30-ға, 40-қа келіп бойдақ жүрген ер азаматтарға да, қыздарға да айтарым, мынандай нәрсе бар. Егер де ат арбаға бір атты жексек, ол 3,5 мың тонна жүк тасиды екен. Ал егер де ат арбаға 2 атты жексек, ол 15 тонна жүк көтереді екен. Сондықтан қазақтың айтатындай жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқан. Ал енді сіз жетістікке жетем, бұл өмірде өзімнің миссиямды табам, мықты керемет өзгерістер жасайм, айналама көмектесем, ата-анама, немесе достарыма, халқыма, еліме қызмет етем десеңіз, өзіңіздің жұбыңызды тапқаныңыз жөн.
Ал енді мен айтып өткен дағдарыстардан қорықпау керек. Адам өз қателігінен сабақ алады, емес пе? Ешқашан қателесуден қорықпаңыз. Өзара қарым-қатынастағы дағдарыс ерлі-зайыптыларды құнды нәрселерді көруге көмектеседі. Ғалымдар мынандай эксперимент жасаған екен. Эксперименттің аты 25 деп айтылады. Бұл кішкентай көртышқандарға керемет бір ас, күн, жылулық бәрін жасап, оларды біраз уақыт өмір сүргізген. Ешқандай қиындықсыз, бәрі дайын, тамақта, ұйқыда бәрі дайын. Сонда біраз уақыттан кейін ерлер мен әйелдер бөлініп, жаңағы тышқандардың бір-бірімен алысып, бір-бірін жеп, аяқ жағында опат болған екен. Осындай экспериментті 25 рет жасаған. 25 ретте де ешқандай оларда бір жақсылық болып, немесе көбеймеген, керісінше азайып, жаңағы бірін-бірімен деген айқас өте көп болған екен. Сондықтан отбасыңызда, өміріңізде қандай да бір қиындықтар туындаса, ол сізді өсіру үшін, көбеюіңіз үшін, дамуыңыз үшін әкелген түсініңіз. Жақсылық, Абай атамыз да айтады ғой, қарны тоқтық, қайғысы жоқтық аздырар адам баласын дейді. Барлық жақсылықты сізге қазір үйіп-төгіп бере салса, тек сіз азудан басқа, тозудан басқа ешқандай да жақсылыққа келмейсіз. Некедегі басты құндылық ерлі-зайыптылар арасындағы сүйіспеншілік пен керемет қатынастар. Ал балалар бұл махаббаттың жемісі. Елімізде көп балалы отбасылардың саны артуда. Олардың артықшылығы балалары бауырмал болып өседі. Өздігінен әрекет етуді үйреніп, бір-біріне көмектесіп, жәрдемдеседі. Ең бастысы баланы түсіне білу керек. Негізінен барлығы ата-анаға байланысты. Отбасының ішкі діңгегі мықты болса, ата-ана өзіне өзі сенімді, өзара бақытты болса, баласы да бақытты болады. Осы орайда дәрісімізді тоқтатып, арнайы дайындалған сюжетті тамашалауға шақырамын. Іргесі берік, шаңырағы биік, керегесі кең ел, мықты отбасылардан құралады. Елімізде отбасылық құндылықтарды, көп балалы жанұяларды, тіпті әр сәбиі дүниеге келетін шағын отбасыларға қолдау көрсетіліп, мемлекет тарапынан дәріптеледі. Нақты мысал ретінде Елордадан 100 шақырым қашықтықта 43 жыл тату-тәтті өмір сүріп жатқан 2021 жылғы мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпазы Құрмет Нұрсұлтанның шаңырағын айтуға болады. 4 жыл бір қызымыз бар. Олардан 14 немере, 2 жиен немере сүйіп отырған енді. Үлкен әулетке айналдық. Жалпы осындай үлкен әулет болу, осы күнге дейінді осылай балаларды өсіріп тату-тәтті өмір сүрудің негізгі себеп құндылықтары біріншіде екі адамның арасында ең басты сенім болу керек бір-біріне деген. Қазақта бір жақсы сөз бар. Өзіңді өзің сыйласаң жат жаннан түңіледі дейді. Біз енді жұбайымыз екеуміз бірімізге біріміз солай сыйластық. Енді осы сеніммен сыйластық, осы екеуі мықты отбасы құрудың негізгі кепілі. Ренжісіп көргенбіз жоқ. Енді ренжіссек те біріміз ренжікпасақ, біріміз айғайлап сөйлеп қалсақ, біріміз басыла береміз. Отбасында енді екеуі бірдей қарсы шығып, екеуі бірдей бір-біріне немелтетін болса, ол отбасы болмайды ғой. Енді бір-бірін сыйлау, бір-бірін енді ата-анасы сол бір-бірін сыйласа, балалар да соған қарап өседі екен. Қазақта айтады ғой, әке жек көрген оғжан ат, шеше көрген том пішер деп. Міне бізде сол өзіміздің әке шешеміздің жолымен, тәрбиесінің арқасында міне осы күнге жетіп отырмыз. Ол кісілердің бар болғанына, ортамызда болғанына қуанамыз, мақтан тұтамыз. Енді ол кісілер бізге әрқашан болсын дейді, жақсылықты айтады. Өздерінің өмірлік тәжірибесіндегі қателерін қайталамауды айтып үйретеді. Сондықтан сол кісілердің қанаттарының астында міне өсіп келе жатырмыз, өсіп өніп. Өнегелі отбасы көркем мінез, тәлім тәрбие, айнымас жақсы қасиеттердің жиынтығы. Ал осындай ерекшеліктерді бойына жиған әр шаңырақ өзінен бөлек елдің көшін алға сүйрейтіні сөзсіз. Қандай керемет! Осындай шаңырағы биік, керегесі кең, салиқалы отбасыларды көргенде бір масаттанып қаласың. Шынымен әр баланың өз несібесі болады.
Абай атамыз айтпақшы, адамның бір қызығы бала деген, сәби біздің бақытымыз. Балаларымызға рухани тәрбие беру біздің қоғамда өзектілігін жоғалтпаған тақырып. Себебі жаһандану заманында ұлттық құндылығымызды жоғалтпай, тілімізді, ділімізді құрметтеп, ұрпаққа дұрыс тәрбие беру аса маңызды. Осы жолда ата-ананың алдыңғы негізгі міндет балалардың жақсы әдетін, мінез құлпын қалыптастыру. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани адамгершілік қасиеттері қалыптасқан, ұмытпау керек. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру баланың туғаннан басталу керек. Баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өзінің сенімділікті тәрбиелеуге отбасы мен ұстаздар шешуші рөл атқарады. Халқымыздың баланы ойын өсіреді дегені сөзі де тегін емес. Бала ойнап жүріп ойланады, жүйкесі тынығады, ойы сергиді, денесі шымырланады. Өздерінің құрбы құрдастарымен жақсы араласуды үйренеді. Сан алуан ойындар баланың дене тәрбиесін дамытып, жас жеткіншектің бойына адамгершілік, сүйіспеншілік, кішіге көмек, үлкенге құрмет көрсете білуге, қиыншылықтан қорықпауға, мақсаттарға жетуге, төзімділікті ұлғайтуға тәрбиелеуде ерекше мәні бар. Бала ісінің дұрыс екенін қоштап, оң бағыт беріп, демеп жіберу ата-ана мен оқытушыға жүктелер міндет. Адам бойында жақсы қасиеттер көп болса, оған бақ та, бақыт та қонады деген сөзге сүйенсек, жағымсыз қылықтар болса, одан арылту қажет. Отбасында әкенің беделі сөзсіз болу керек. Қазақта әй дейтін әже, қой дейтін қожаның болғаны өте дұрыс дейді. Ақыл айтатын адамның да болғаны дұрыс. Сондықтан үйдегі абыройды негізгі ер азаматқа беріп, үлкеннен бастап кішісіне дейін балаларыңыз әкесінің бар екенін, әкесінің сөзі өте өтімді екенін тәрбиелеу керек. Кезінде отбасылық психолог неміс ғалымы Берт Хеллингер мынандай бір статья жазған болатын. Соғыс кезінде 5 жылға соғысқа кеткен ер азаматтың әйелі өзінің отбасында күнделікті ас ішкен кезде әкесінің орнын бөлек қойып қояды екен. Және әрдайым әкесіне тамақ салып қояды екен. Бұл сендердің әкелеріңнің орны, бұл тамақ сендердің әкелеріңді күтіп тұр деп. Кейін 5 жылдан кейін 2 жаста қалған баласы 7-ге келген кезде, әкесі соғыстан оралған кезде ешқандай қиындықсыз, ешқандай жатырқамай өзінің әкесін жақсы көріп, және әкесіне күнделікті өзінің қандай істермен айналысқанын, өзінің өмірін айта бастаған екен. Сондықтан әкенің рөлі үйде өте маңызды. Қыз балаға да, ер балаға да. Себебі психологтардың айтуынша карьера, жоғары қызмет, жетістікке жету, бизнеста жетістікке жету бұл әрдайым әкенің бір көзсіз қолдауы болып табылады екен. Осы орайда айтқым келетіні, мен өзімнің көп балалы ана болғандықтан біздің отбасымызда мынандай бір техника бар. Біз әрдайым махаббат шеңбері деген ойынды ойнаймыз. Мерекелерде, немесе туған күндерде жиналып, шеңбер құрамызда әр отбасының мүшесі ортаға шығып, өзінің жақсы ойларын немесе жаман ойларымен бөлісетін болады. Үйдегі ең кішкентай отбасы мүшесінен бастаймыз. Отырған отбасыдағы аталарымыз, апамыз бәрін қосса болады. Үйде тұратын тәтелеріңіз, інілеріңіз, әр қайсысы ортадағы мүшеге ең бірінші оның жақсы қылықтарын, жақсы қасиеттерін айта бастайды. Ал соңынан ұнатпаған жерлерін, ренжіп қалған тұстарын айтады. Әр отбасының мүшесі ортаға шыққан кезде, осындай бір керемет энергиямен әркім өзінің ойын айта бастаған кезде, балаға да және ересек адамдарға да өте маңызды. Себебі біздің Мұхтар Шаханов айтқандай, жұбайлар бар әңгімесі таусылған дейді. Отбасында әңгіме ешқашан таусылмау керек. Көп мәселелер осы әңгіме айтылу арқылы баланың да, ересек адамның да іштегі мұңын, жақсылығын, уайымын, қайғысын, кез келген оның эмоциясын айту арқылы шығатын болады. Тағы бір сіздерге айтатын әдісім, әсіресе бұл аналарға, әкелерге арналған. Ең бірінші адаммен кездескендегі 3 минут өте маңызды дейді. Ер азамат жұмыстан келген кезде, немесе балаңыз оқудан сабақтан
жақтан келген кезде, сырттан келген кезде, лагерден келген кезде ең басындағы 3 минут етім өте маңызды. Өзіңізге осы 3 минутты жазып алсаңыз болады. Қазіргі аспалы төкпелі зымыраған уақытта біз кейде балаларымызға уақыт таппай жатамыз. Сондықтан өзіңіз жұмыстан кірген кезде үйге, немесе басқа да бір шаруалармен келген кезде ең бірінші 3 минутыңызды балаңызға, отбасыңызға, әйеліңізге, семьяңызға бөліңіз. Міне осы кездегі энергия мәңгілікке жатталып қалады. Және сол кезде қандай көңілмен, күймен келсеңіз де, жұмысыңыздағы бір мәселелермен келсеңіз де, барлығын шешіп тастап, тек қана жаңағы отбасыңызға, балаңызға көңіл бөліңіз. Көзіне қарап сұрақ қойыңыз. Бүгін күнде қандай күнді өткіздің? Көңіл күйің қандай? Міне 3 минуттан кейін басқа шаруаларыңызға кіріссеңіз болады. Тағы бір айта кететінім, қазіргі көп балалы отбасыларға әр балаға жеке-жеке көңіл бөлу керек. Мысалы, мен өзім көп балалы болғандықтан, біздің қателігіміз 5 баламызды, 4 баламызды бірақ сауда орталықтарына немесе паркке бірге алып шығамызда, бірін-біріне баққызып, ол жерде у-шу, ешқандай баламен контакт болмайтын болады. Сондықтан көп балалы аналар арнайы аптаның бір күнін тек қана бір балаңызға арнап, бір сағатын тек қана сол баламен кездесуге, свиданияға шығыңыз. Әңгімесін тыңдаңыз, ішіндегі көңіл күйін, эмоциясын біліңіз. Міне соның нәтижесі, сапасы өте керемет болады. Балаларды ешқашан бір-бірімен, басқа балалармен салыстырмаңыз. Ата-аналардың баласына қоятын талаптары қарама-қайшы болмауы керек. Үлкен балаға үлкен жауапкершілік жүктеледі. Дегенмен ол да бала. Сол себептен оған көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Мүмкіндігінше әже атасы, туыстарына көмек сұрауды үйреніңіз. Ол шамалы болса да қолыңызды босатып, басқа жұмыстарға уақыт табатын және де көп шешімдерді шығаратын боласыз. Балаларды сеніммен тәрбиелеңіз. Өзіңіз үлгі бола біліңіз. Ал дәрісімізден ойымды қорытсам, бүлдіргеннен гөрі бүлінбеуге тырысыңыз. Ұлттық құндылықтарды, отбасылық мәдениетімізді сақтауға тырысыңыз. Себебі отбасынан басталады. Отбасының әрбір мүшесі өзінің тегін, өзінің елін, өзінің ұранын, өзінің бір ішкі мәдениетін білген өте керемет. Бізде олимпиадаларда немесе күнделікті қазақтың туы желбіреп тұрса, сондай бір мақтанышқа теңелеміз ғой. Сол секілді біздің ұлдарымыз да, қыздарымыз да өз отбасымен мақтануы тиіс, өз ата-анасымен әрдайым бір қуанышты сезім жүрегінде болуы тиіс. Соған тырысыңыз, жұмыс істеңіз, қиын мінезіңізді, қырсық сезімдеріңізді өзгертуге тырысыңыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған отбасылық психолог Құралай ханым.